Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге уйғурский самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен електен өткізілген ұнымызға тұз салып, бөлме температурасындағы 72% сармайымызды салып, жақсылап тұрып араластырып крошка жасайтын боламыз. Оның үстіне 3 жұмыртқамызды салып, 20% қаймақ салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 40 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Тынып тұрған қамырымызды алып, бөлшектерге бөліп, әрқайсысын граммда өлшеп, менде 40 граммнан шықты. Салмасына тартылған ет 250 грамм, 500 грамм пияз, тұз бөлшіміз салып салмасын жасаймыз. Осындай етіп түйіп шығамыз самсамызды. Самсамызды 180 градуста пеште 40 минутта пісіріп аламыз. Менде осындай жұмсақ самса дайын болды.